Жаңа әліпби дегеніміз түркі тілдес халықтардың тарихи мұражайын біріктіріп, осы мұраны әлемдік кеңістікке жеткізетін ең бір негізгі құралдардың бірі. Ол ұлтты, мемлекетті біріктіретін алып күш. Көз қорқақ қол батыр демекші, бүгінде біз үлкен қадамға бет алдық. Бұрындары аталарымыз латын қарпінде білім алған болатын. Оның бір іспетті көрінісі ретінде бүгінгі таңға дейін кітап сөрелерінде сақталған әдебиеттердің жиынтығы. Ал бүгінде біздің қаламызда орналасқан кітапханаларда жаңа әліпбиге көшу жұмыстары қандай деңгейде екен сұрап көрелік. Құрметті көрермен, алғашқы сұрағымызды осы кітапхананың қызметкері Гүлзада Бақдәулетовнаға қойып көрелік. Олай болса, мына кітап сөрелерінде орналасқан деректер туралы бізге, яғни көрерменге ақпарат бере өтсеңіз. Латын әліпби ұлт болашағы атты тұрақты кітап көрмемізде орналасқан кітаптар сіздерге таныстырып өтейін. Бұл осы латын әліпбиінен тарих туралы сыр шертетін әдебиеттер қойылды. Соны орталық Азия халықтарының жазуы енді көне руна жазуынан басталады ғой. Соған байланысты кітаптар қойылды. Және одан кейінгі араб тілі не байланысты, және соңғы 1929-40 жылдар аралығын қамтитын осы латын жазуына байланысты әдебиеттер қойылды. Енді бұнда көбінесе алаш зиялыларының еңбектері, сол кездегі ақын жазушылардың шығармалары қойылды. Одан әрі мұрағат құжаттарынан деректер, облыстық сол мұрағат қызметкерлермен байланысып, осы сол кездегі социалист Қазақстан газетінің көшірмелері алынып қойылды. Одан кейінгі сіздерге таныстырып өтетін болсам, облыстық тілдерді дамыту басқармасының болашаққа бағдар рухани жағынан мақаласына байланысты қазақ әліпбиіне көшуге байланысты әдістемелік құралдары қойылды. Және бұл кітап көрмесінде Қазақстан Республикасы президентінің 2018 жылы 19 ақпандағы 637 жарлығына қосымша латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі осылай оқырмандарымызға ұсынылып отыр. Құрметті көрермен, келесі сауалымды кітапхананың баспасөз қызметкері Марал Жалғасқызына қойып көрелік. Жалпы өзіңіздің жеке көз қарасыңыз латын қарпіне көшу бағдарламасында қандай? Және де өзіңіздің жақындарыңыз, достарыңыз, әріптестеріңіз бұл жазудың өзгертілу деңгейіне көз қарастары қандай? Сол туралы бөліссеңіз. Ал енді осы латын графикасына көшу жөнінде менің жақындарымның, өзімнің туыстарымның, әріптестерімнің пікіріне тоқтала кетсек, латын графикасына көшу дұрыс деп айтады, кейбіреулер қолдамайды. Бүгінгі заманның талабына сай латын графикасына көшу өте маңызды деп санаймын, өйткені өскелең ұрпақ шет тілдерін жетік меңгерген. Яғни латын тілі ағылшын тіліне өте ұқсас келеді. Яғни осындай тілді үйрену барысында қиындық туындайды деп ойламаймын. Жалпы осы бағытта алға қойып отырған қандай жоспарлар бар? Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасы осы латын графикасына көшу мәселесіне байланысты іс-шараларды алдағы уақытта жоспарлап отыр. Яғни түрлі конференциялар, тренингтер, дөңгелек үстелдер өткізіледі деп отырмыз. Облыстық тілдерді дамыту басқармасымен бірлесе отырып, көптеген іс-шараларды жүзеге асыруға біз дайынбыз.
Құрметті көрермен, елімізде жаппай жаңа жазуға көшу жұмыстары басталып кетті. Мәселен, мына сынды маңдайшалар қаламызда байқағандарыңыздай көбейіп келеді. Ал осы жазудың ерекшелігімен жақынырақ танысу үшін келесі айдарға кезек берейік. Амансыздар ма, құрметті көрермендер? Біз бүгінгі сабағымызда шет тілдік сөздерде жиі кездесетін және латын негізді жаңа қазақ әліпбиінде жоқ әріптер йо, ю, я әріптері туралы және оларға жалғанатын қосымшалар туралы ақпарат беретін боламыз. Шет тілдік сөздерде кездесетін әріптердің ішінде алғашқы йо әрпі туралы айтайық. Тақтаға жазып көрсетейік. Йо әріпі латын негізі жаңа қазақ әліпбиінде акут белгісіндегі ө әріпімен таңбаланады. Мысалдар жаза отырайық. Мысалы, актер, шахтер, және монтер сөзі. Монтер. Міне осылай жазамыз және осылай оқитын боламыз. Ал енді осы сөздерге қосымшалар жалғап көрейік. Қосымшалар соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанатын болады. Мысалы, актер ге, шахтер дің, ал келесі монтер лер. Шет тілдік сөздерде жиі кездесетін екінші әрпіміз ю әрпі. Тақтаға жазып көрсетейін. Ю әрпі сөз басында кездескен жағдайда и-у әрпі арқылы жазылады. И-у. Ал сөз ортасында ö әрпімен таңбаланады. Ö әрпімен. Мысалы, Юпитер сөзін жазайық. Юпитер. Ал енді бұл сөз басында кездесуі. Ал енді парашют сөзін жазайық. Парашют. Парашют сөзінде ол ö әрпімен жазылады. Сондай-ақ ю әрпі төл сөздерімізде де кездеседі. Төл сөздерімізде кездескен жағдайда и-у әрпі арқылы таңбаланады. Ю әрпі төл сөздерімізде и-у әрпімен жазылады. Мысалы, а-ю сөзін жазып көрейік. А-и-у. Қою сөзін жазайық. Қою. Ю әрпі туралы айтылған кезде ескеретін тағы бір нәрсе, и әрпінен кейін тұрған ю әрпінің орнына у әрпі жазылады. Мысалы, қию сөзін айтып жазайық. Қи-у. Жи-у. Ж-и-у сөздері. Өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, и әрпінен кейін тұрған юдың орнына у әрпі жазылды. Шет тілдік сөздерде жиі кездесетін үшінші әрпіміз я әрпі. Тақтаға жазып көрсетейін. Я әрпі сөз басында и-ә әріп тіркесі арқылы беріледі. Ал сөз ортасында ә әрпімен жазылады. Мысалы, яхта. Заряд сөзі. Өздеріңіз байқап отырғандарыңыздай, сөз басында и-а және сөз ортасында ә әрпімен беріліп отыр. Және де қалай жаздық, дәл осылай айтатын боламыз. Осы я әрпі біздің төл сөздерімізде де кездесіп отырады. Ондай кезде я әрпінің орнына и-ә әріп тіркесі жазылады. Мәселен, қоян сөзін бірге жазайық. Қо-и-аны. Тағы да бір мысал.
Аян деген адам атын жазайық. Аян. Міне, осылай жазылады. Сондай-ақ я әрпінде тағы бір ескеретін нәрсе, ол и әрпінен кейін тұрған яның орнына а әрпі жазылады. Мысалы, қияр сөзін алайық. Қ-и-ар. Екінші, сыя сөзін жазайық. С-и-а. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, и әрпінен кейін тұрған яның орнына а әрпі жазылып тұр. Құрметті көрермендер, біз бүгінгі сабағымызда ё, ю, я әріптері туралы таныстық. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір ғана оқып үйренгенімізді тағы да мықтырақ бекітіп алу үшін келесі айдарға, яғни жаттығулар тізгініне кезек берейік. Актер, дирижер, монтер, ою, валюта, компьютер, аю, парашют, қария, тақия,
Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Әл-Фараби. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Содан қашпақ керек. Әуелі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі зұлымдық. Абай. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шоқан Уәлихан. Ел үшін аянба, ерлігіңе сын. Жұрт үшін аянба, жігіттігіңе сын. Бауыржан Момышұлы. Ғылым адам санасына болмысы бөлек, ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Әл-Фараби. Игі істің басы тіл, тәрбие басы тіл. Махмуд Қашқари. Жаман қызметін асырып сөйлейді, жақсы қызметін жасырып сөйлейді. Майлықожа. Ұят адам өміріндегі сенімді жолбасшы. Толстой. Өмірде құны ескірмес, бағасы құнды асыл сөз. Сүйінбай Аронұлы. Сөз ойдың көрінісі. Ол бұлдыр болса, сөз де бұлыңғыр. Белинский. Латын графикасына көшу дегеніміз қазақ тілін таңбалау деген сөз. Ал бұл реформа өз кезегінде тек қана саңаны жаңғырту ғана емес, сонымен бірге білімділікті арттыру дегенді білдіреді. Бүгінге осы, құрметті көрермен, барлық латын қарпіне байланысты жаңалықтар мен сіздерді қызықтыратын ақпараттарды елімізде ресми бекітілген сайттардан іздеп табуға болады. Сонымен бірге Рика телеарнасында апта сайын шығып жүрген телесабақтарды өткізіп алсаңыздар, біздің сайтымызда ресми бекітілген жаңа әліпбиді бірге үйренейік деген парақшадан тауып көруге болады. Көріскенше күн жақсы.